Жетегін еріп жалғанның, қалаға жедел жетіппіз. Артынан қуып арманның, ауылдан шығып кетіппіз. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Біз бүгін қазақи құндылықты берік ұстанған отбасының бір күнін тамашалап, қарапайым істің өзінде қаншама тәрбие, қаншама мағына жатқанын көрмекпіз. Әр ұлттың болмысын сақтап тұратын отбасы. Біз бүгін қазақы дәстүрді қадірлеген, бірлігі жарасқан ауылдағы үлкен отбасына қонаққа келдік. Бұл шаңырақтың ақылшысы ата, таңды еңбекпен қарсы алған қария, ұрпаққа үлгі, тәрбие мектебі. Сіздің әулетіңіз үшін қандай дәстүр ерекше маңызды? Наурыз біздің қазақ мұсылман баласының басты наурызы. Ол көктем мерекесі. Самарқанның көктасы еріп, күнменен түн теңеліп, қыс кетіп, жаз шығу, осының тең ортасына келеміз. Бұл кезде үлкен, қуанышты, көңілді отбасымызбенен осы наурыз мерекесін, наурыз кезін, көктем кезін, осыны қуанышты біз қарсы аламыз. Үлкен отбасыны, үлкен әулетті біріктіретін не нәрсе? Ынтымақ, береке. Ынтымақ, береке болу керек, тәртіп болу керек. Ата, қазіргі заман мен сіздің өзіңіздің заманыңыздың қандай айырмашылықтары бар, соны айтып өтсеңіз? Менің заманымда қиыншылық көп болды. Әзіргідей ас төгілген тоқшылық заман емес. Әзірше бәрі бар. Қарын тоқ, киім бүтін. Мына әзіргі заманымыз, әзіргі дәуірімізді қадірлеуіміз керек деп ойлаймын. Қазіргі жастарға еңбекке қатысты қандай бір кеңесіңізді берер едіңіз? Әзіргі жастарға менің айтарым. Мына ғылым, өнерді де үйренсін деп айтамын. Өнер. Мисал үшін, ең әдеттегі кішкеніс, мына бір түйме үзіліп қалса, мынаны өзім қата деймін. Менің өзім қиналған емес, мен қиналған адамды көрдім. Сол ашаршылық 61 жылдар екен. Сонда бір көп балалы бір үй, сонда қарағанның сыртқы қатты қабығын алып тастап, ішінде ғана көк шыбығын жеген екен. Ол уақытта мен жаспын, кішкенем білмейді екен. Кейін білдім ғой осыны. Міне сол замандар болған. Ал енді ата, сіздің ойыңызша қазіргі жастарға не жетпейді? Қазіргі жастарға тұрмыс, тоқшылық, мұның бәрі ас төгіліп жатыр. Абай атамыз айтқан, жұмыс жоқтық, тамақ тоқтық, аздырар адам баласын дейді. Әзір жұмысы жоқ, тамақ тоқ, кейбір азып жатқан істер бар, бұл дұрыс емес. Азбау керек. Тоқшылықтың дағы ашығатын кезі болады. Бардың да жоқ болатын кезі болады. Бүтіннің жыртылатын кезі болады. Бардың жоқ болатын кезі болады. Өзім оқымадым. Бірақ Ахмет Байтұрсынның ана төте жазуыменен мен өзім толық сауаттымын. Мына Абайдың 4-5 романын түгеттім, өмір баянын түгеттім оқып. Қазақ ертегілері, мың бір түн, мына ғашықтық жырлары, мұның бәрі бір четінен оқып. Бірінші қағидасы былай айтқан, сен маған сіздер сөйлейсің деген. Оның себебі, егер әйелі Еңбекке ерте баулу, қазақы тәрбие. Еңбек ер баланың алғашқы жауапкершілігі. Қазақ үшін жылқы тек көлік қана емес, ол ырыс пен ерліктің белгісі. Еңбекпен есейген ұрпақ елдің болашағы. Отбасының тірегі әке. Оның табалдырықтан аттаған сәті үй ішіне шаттық сыйлайды. Ана үйдің берекесі. Қазақта әр ас адалдықпен басталып, ақ батамен аяқталады. Осындай отбасылар арқылы дәстүр сақталады. Қазақ болмысы ошақтың басынан, атаның сөзінен, ананың мейірімінен басталады. Білім ұрпақтың болашағы, елдің тірегі.
Бұл үйде оқу тәртіп пен жауапкершілікпен қатар жүреді. Ата немелеріне әр әріпті ұқыппен үйретіп, оқудың қадірін санасына сіңіреді. Қарапайым адамның бір күні, бір ұлттың өмірбаяны. Ал біз бүгін дәл осы қарапайым отбасының күнінде ұлттық ұлы құндылықтарды көрдік.